Сәлем достар, біз бүгін Ордаген компаниясының немен айналысып жатқан, қалай дамығаны және мақсаты қандай екенін айтатын боламыз. Ордаген бұл, егерде шетелдікімен салыстырып айтатын болсақ, бұл кәдімгі Marvel'дың комик шығаратын бағытында жұмыс жасайды. Яғни Marvel кезінде қалай комикстер шығарып, сол арқылы Американың кішкентай өсіп келе жатқан ұрпағын тәрбиелесе, Ордагеннің де бір мақсаты сондай. Бірақ та бұның жаңа комикстары, яғни оқиғалары халықтың танымына сай. Басқаша айтқанда, Ордаген ұлттық, адами, танымдық құндылықтарды бір арнаға тоғыстырып, баланың санасына ертегі арқылы жеткізуді мақсат тұтқан. Ордагеннің инста парақшасында алғашында жай ғана посттар шығып тұратын. Бірақ та уақыт өте келе Алды арнайы әділеттегі Чина, яғни Шыңғыс Қаратай жүргізе бастады. Айта кететін жайт, Чина бұл жерде тек қана канал жүргізбейді, сол Ордагенге ертегі оқиғалар жасады. Одан бөлек Айбар дейтін мультиктер шыққан. Сөйтіп комикс кітаптан кейін Ордаген мультик шығара бастады. Ол YouTube каналға өзінің Айбар және де одан басқа тағы да 3 мультиктер шығарды. Ордагеннің Instagram парақшасы 1 жыл 1 айдан бері, ал YouTube'ы 11 айдан бері тып-тыныш. Яғни ешқандай да жаңа посттар, не видеолар жоқ. Бірақ та Instagram парақшасындағы соңғы постта алдағы уақытта үлкен экранға жаңа мультиктер шығарамыз деп жазған екен. Компанияның бұлай тоқтап тұруының бірден бір себебі ондағы материалдың өте кішкентай балаларға арнап жасағанда деп ойлаймын. Яғни Ордагеннің шығарып жатқан мультиктар немесе кітаптары 6 жастан асқан балаларға қызық емес болуы мүмкін. Сол үшін аудиторияны сәл кеңейткені дұрыс шығар. Достар, қысқаша осы Ордагеннің компаниясына болашақта шығармашылық табыс тілейміз. Сіздермен бірге болған Закир Умар Жүнісұлы. Рахмет.